Жылдам ақпараттарды көріңіздер. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Дүйсенбі 6 қазанда Қараған түн Шымкент және Түркістан облысы мен Жамбыл облысында жер сілкінді деп хабарланады. Сейсмикалық станциялар желісі 2025 6 қазанда Астана уақыты бойынша сағат 01:29-да жер сілкінісін тіркеді. Эпицентр 465 км жерде орналасқан. Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласына оңтүстік-батысқа қарай Қырғызстан аумағында болған. Жер сілкінісінің энергетикалық класы 13.3 магнитудасы 5.9. Жер сілкінісінің сезілу күші Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы 4Б, Жамбыл облысы Тараз қаласы 4Б, Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарымегер ауылы 4Б, Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылы 4Б, Түркістан облысы Түркістан ауданы Тұрар Расулов ауылы, Түркістан облысы Төле би ауданы Ленгір қаласы, Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы, Түркістан облысы Манкет ауылы, Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент ауылы, Рысқұлов атындағы Жамбыл облысы Құлан ауылы, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауылы, Түркістан облысы Ордабасы ауданы Темірлан ауылы, Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылы, Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылы, Жамбыл облысы Шу қаласы, Түркістан облысы Созақ ауданы Шолаққорған ауылы, Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылы, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылы, Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылы, Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент кенті. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.